Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған номер 1 практикалық жұмыс химиялық құрал жабдықтар мен ыдыстармен танысамыз. Яғни кез келген лабораторияда жұмыс жасау үшін біз ең алдымен жұмыс жасайтын бізге керекті ыдыстарды білуіміз қажет. Яғни бүгінгі сабақта біз осы ыдыстардың атауымен және олардың қызметімен танысамыз. Яғни көріп тұрғандарыңдай ең бірінші бұл дөңес колба. Яғни бұл дөңес колбаның қызметі сұйық заттармен жұмыс жасаған кезде, реакция жүргізген кезде осы дөңес колба бізде қолданылады екен. Келесі колбаның аты үшбұрышты колба. Яғни бұл үшбұрышты колбада да біз осындай сұйық заттармен жұмыс жасағанда қолданамыз. Келесі ыдысымыздың аты өлшегіш стакан. Яғни өлшегіш стаканда шкаламен берілген миллилитр көлемі беріледі. Келесі ыдысымыздың аты өлшегіші жоқ стакан. Бұл стакандармен де жұмыс жасаған кезде көбінесе сұйық заттарды құю үшін пайдаланамыз. Келесі құйғы, яғни құйғыны біз дәл сұйық затты төгіп алмас үшін, дәл құю үшін ыдысқа осы құйғыны қолданамыз. Келесі тамшуыр. Тамшуырды біз сұйық реактивтерді ыдысынан алу үшін қолданатын осы тамшуыр екен. Келесі шыны таяқша. Шыны таяқшамен біз көбінесе реактивтерді араластыру үшін қолданамыз. Келесі тығыны бар түтік. Тығын, қысқыш. Қысқыштың екі түрі бар. Мына заттың атында біз қысқышқа деп атаймыз. Келесі күрекше. Яғни бұл күрекшемен біз қатты кристалды реактивтерді осы күрекшемен алып реакция жасайтын ыдысқа саламыз. Еш уақытта реактивтерді қолмен ұстауға болмайды. Келесі су бар бөтелке. Яғни бұл су бар бөтелкемен біз сынауықтарды жуу үшін қолданамыз. Мына ыдыстардың аты сынауық. Яғни осы сынауықтармен біз көбінесе жұмыс жасаймыз. Реакцияларды сұйық зат болсын, қатты реактивтер болсын, бір-бірімен қосқан кезде осындай пробиркаларда жұмыс жасап, реакциялардың жүргенін байқаймыз. Реакция мынау сынауық қойғыш ыдыс. Келесі петри табақшасы, фильтр қағаздары, тұрғы, спиртшан, карлен табақшасы. Карлен табақшасы көбінесе бізде қатты заттармен жұмыс жасаған кезде қолданылады. Және де сол қатты заттарды майдалауға қолданамыз көбінесе. Және де ерітінділердің қышқылдық ортасын немесе сілтілік ортасын анықтау үшін бізге осындай әмбебап индикаторларда қажет болады екен. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Хош, сау болыңдар.